Айтарым жас қыздарға, еш уақытта ер кісіден асып, мен ер кісіден бектеген нәрсені қоятын болсақ, егер еркегін әйел біреуге жамандайтын болса, отбасында береке болмайды. Оған кім разы болмайды, Алла разы болмайды. Әйел заты қанша ілімді болайық, білімді болайық, ерден асамаймыз. Көп жерде көрем, ер мен әйел қабаттаса ма, әйел еркегіне жоғары шығып алады. Барады да төрге өтіп алады. Біздің уақытымызда ері пірі деді. Піріміз ол ер. Бір саты еркектен төмен жүрсең, кеміп қалмайсың, дәрежеңді арттырады Алла. Бір саты сөзден қалсақ, Алла тағалаға дәрежеңді арттырады. Құлшылық жағынан да біз еркектен кембіз. Не үшін? Біз оразамыз түгел емес, ұстай алмаймыз. Намазымыз толық оқи алмаймыз, дұрыс па? Құлшылыққа келгенде біз еркекке жете алмаймыз. Неге? Хайыз нифас боламыз, бала туамыз. Рухани жағынан да, дүниелік жағынан да еркектен асып кете алмаймыз, бірақ адами жағынан біз бірміз.